Күннен 6-шы планета Сатурн, күн жүйесіндегі Юпитерден кейінгі екінші үлкен ғаламшар. Сатурн айналасындағы үлкен, әдемі сақиналармен жақсы танымал. Юпитер, Уран, Нептун сияқты, Сатурн да газды алып. Ол негізінен сутегі мен гелийден тұрады. Ал атмосфераның жоғарғы қабаттарындағы аммиак кристалдары планетаға сарғыш түс береді. Ғалымдардың ойынша, Сатурнның сыртқы қабаттары газ болғанымен, оның атмосферасына сүңги берсек, сутегі мен гелий алдымен сұйық, сосын тіпті металл күйге енгенін көреміз. Ал планетаның ортасында қатты тас ядро бар деп болжанады. Сатурн күн жүйесіндегі тығыздығы ең аз ғаламшар. Ол жерден әлдеқайда үлкен, 9 есе жалпақ және 95 есе ауыр. Алайда тығыздығы жердікінен 8 еседей аз. Демек, Сатурн сыйып кететіндей үлкен ыдыс тапсаңыз, ол су бетіне қалқып шығар еді. Юпитердегідей Сатурнда да дауылдар мен бұлт жолақтары бар. Тек олар ақшылдау болғасын онша жақсы көрінбейді. Бірақ Сатурн желі Юпитердегіден әлдеқайда күшті. Сағатына 1800 километрге жететін Сатурн желдерінің жылдамдығы күн жүйесінде екінші орында. Тек Нептундағы желдер ғана тезірек. Сатурн күннен өте қашық, 1,4 миллиард километрде. Салдарынан оған күнді айналып шығуға өте көп уақыт, 29 жыл қажет. Алайда Сатурн жерден әлдеқайда тез үйіріледі. Біздің тәулік 24 сағатқа созылса, Сатурн тәулігі 11 сағатқа да жетпейді. Сатурн құралсыз көзбен көрінетін ең алыс планета. Сондықтан ол адамзатқа мыңдаған жылдан бері таныс. Көне Бабыл, Грек, Рим, Қытай және Жапон астрономдары сияқты қазақ жұлдызшылары да оны ажырата біліп қоңырқай деп атаған. Ал Сатурн сөзі көне римдік егіншілік пен ырыс құдайының аты. Көне жұлдызшылар Сатурнды танығанымен, оның сақиналары жайлы ешкім білмеді. Телескопсыз көрінбейтін сақиналар. Астроном Галилей 1610 жылы Сатурнда алғаш телескоппен бақылағанға дейін белгісіз болған. Галилейдің өзі сақинаны бірінші көргенде оның не екенін анық түсінбеді. Ол мұны ортадағы бас планетаның қасындағы кішілеу планеталар не айлар деп ойлады. Галилей тіпті сақиналарды Сатурнның қос құлағы деп сипаттады. Тек кейінірек қана қуатты телескопта жасалған соң барып, астрономдар Сатурнда жалпақ жазық сақиналар қоршап тұрғанын түсінді. Сақиналардың диаметрі 282 мың километрдей. Ал қалыңдығы небәрі 10 метр. Олар үлкендігі түйіршіктен автобусқа дейінгі сансыз көк мұз бен тас кесектерінен құралған. Ғалымдардың болжауынша сақиналар комета, астероид не тіпті серіктердің өзара соқтығысуы, немесе Сатурн гравитациясының оларды күйретуі нәтижесінде пайда болған. Түзілген бөлшектер бір-бірімен одан әрі соқтығыса беріп, кішірек кесектерге ыдыраған. Сақиналардан басқа Сатурнда 345 серік айналатыны белгілі. Олардың 63-нің ашылғаны жайлы 2023 жылғы мамырда хабарланды. Сөйтіп Сатурн серіктері ең көп планета атанды. Сатурнның ең үлкен серігі Титан күн жүйесі бойынша екінші орында.
Ғалымдар Титанға ерекше көңіл бөледі, өйткені ол күн жүйесіндегі тығыз атмосферасы бар екені белгілі жалғыз сиыр. Титан атмосферасы негізінен азоттан және азғана метан мен сутегінен тұрады. Титан сондай-ақ бетінде тұрақты сұйық зат бары белгілі, жерден басқа жалғыз аспан денесі. Әрине, Титан беті су қатпас үшін тым су, сондықтан ондағы теңіз көлдер этан, метан және пропанға толы. Сатурн бағытына 4 ақ ғарыш аппараты жөнелтілді. Ізашар Пионер 11 1979 жылы сақиналы ғаламшардан 21400 километрдей өтсе, келесі 2 жылда бірінші және екінші Voyager'лер де жолай Сатурнды зерттеп өтті. Ал Сатурнға 2004 жылы жеткен Кассини бұл ғаламшарды айнала бастаған алғашқы аппарат болды. Кассини 6-шы планета орбитасында өткізген 13 жылда Сатурн, оның серіктері мен сақиналары жайлы теңдессіз мол ақпарат жинап, ғажайып суреттер түсірді. Кассини ашқан жаңалықтар жайлы толығырақ экрандағы және төмендегі сілтемелерден біле аласыңдар.